Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздерге чебурек рецептін ұсынамын. Бұл рецепт бойынша чебурек қытырлақ және жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұсынған рецепт ұнайды деп ойлаймын, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, комментарий қалдырып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал чебурек дайындау үшін бізге келесі ингредиенттер қажет болады. Ол ұн, жылы сүт, тұз және күнбағыс майы. Терең ыдысқа сүт құйып, тұз қосып толығымен ерігенше араластырамын. Содан кейін күнбағыс майы мен електен өткен ұнды қосып, қамыр илеймін. Қамыр 30 минуттай тыныққан соң, қамырды тең бөліктерге бөліп, тағы 10 минутқа қалдырып қоямын. Чебуректерге арналған салман 2 түрін дайындадым. 2 түрлі салман құрамын және пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Жұқа шелпек жайып, салмасын салып, ұштарын шанышқымен бекітуге болады. Сіздермен бөлісе кетейін. Қамырдың арасында ауа қалмас үшін бетін осылайша басып бекітемін. Өйткені қуырған кезде кейде жарылып май шашырауы мүмкін. Сондықтан қауіпсіздік мақсатында осындай әдісті жиі қолданамын. Қамыр тақтаға жабысып қалмас үшін оны ұнмен сеуіп, содан кейін қамырды тақтаның үстіне қоямын. Табада қыздырылған майға дайын болған чебуректі орташа баяу отта қуырамын.
осы рецепт бойынша чебурек қытырлақ, жұмсақ және үлпілдек болып шығады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.